Елжас Тайлақұлы атындағы мұражай мектептің 60 жылдық мерейтойын өткізуге байланысты мектептің тарихын келешек ұрпаққа мұра етіп қалдыру әрі кең түрде насихаттау мақсатында 1994 жылы ашылған. Негізгі мақсат мектеп аты Нығмет Нұрмақов есімімен аталғандықтан, Нұрмақовтың ұлтжанды азамат, ірі мемлекет және қоғам қайраткері екенін ұрпаққа таныту. Мектептің тарихын зерттеу, ұжымның ұйытқысы бола білген, мектеп даңқын әр кезге асқақтата білген директорлары, оқу ісінің меңгерушілері, ұлағатты ұстаздар және мектебімізден түлеп ұшқан, қоғам өміріне белсене араласқан қайраткер түлектермен ғылымның сан саласына құлаш сермеп, ел болашағы үшін мәнді еңбектер берген ғалым түлектер жайлы деректер қорын жинақтау. Мұражайдың негізін жасауда математика пәнінің мұғалімі болған Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының оқу-ағарту ісінің үздігі 1964-1988 жылдар аралығында үзіліссіз мектеп директорының оқу-тәрбие жұмысының орынбасары қызметін атқарған Тайлақов Елжас Тайлақұлы мен тарих пәнінің мұғалімі, жоғары санатты ұстаз, Қазақстан Республикасының оқу ісінің үздігі Қаппасова Рымтай Қаппасқызының еңбектері зор болды. 2004 жылдың қазан-қараша айларында мектептің 70 жылдық мерейтойына байланысты мектеп басшысы Әшім Есентай Мұқатайұлының басшылығымен мұражай қайта өңдеу мен жөндеуден өтіп, жаңа мазмұнға ие болды. Мұражай 3 бағыттан құралған. Бірінші бағыт «Жақсы інім нығметім құран құсым, мәңгіге өлмеу хақ ұранды ісім» деп аталады. Бұл бағытта аса ірі мемлекет және қоғам қайраткері Нығмет Нұрмақовқа арналған. Ұлы жерлесіміз Нығмет Нұрмақов өмір жолын баяндау арқылы болашақ ұрпақты ата-бабаларымыздың дәстүрмен таныстырып, патриоттық бағытта тәрбиелеу және өз халқының тарихы мен мәдени мұрасын молайтуға ұмтылысты ояту көзделеді. Нығмет Нұрмақов кім? Ол өз заманының құқық саласындағы жаңашыл, ізденімпаз реформаторы. Өзінің игі істерімен ел бостандығын, егемендігін жақындатушы. Ел экономикасын өркендетудегі орасан зор еңбектің егері. Екінші бағыт ұлағатты ұстаздар мектеп басшыларына арналған. Облыстық мұрағат материалдарынан алынған деректер бойынша мектеп алғашында Бұқтырма ауылында 1934 жылы Қазақ-орыс бастауыш мектебі атын алып, барақ типтес үйде орналасады. Мектептің алғашқы жетекшісі, меңгерушісі болған Валиев. Сабақ екі тілде жүрді. 1939 жылы үлкен Михайловка селосында қазақ мектебі үшін арнайы үй салынып, номер 2 мектеп өз алдына 10 жылдық мектеп болып құрылды. Алғашқы директоры Сатқожин Әбдіғалиев. 1945-49 оқу жылында мектеп жанынан 100 орындық пансионат ашылды. Директоры Киршбек Аханов, кейіннен Мәулен Ғазалиев болды. 1958-59 жылдары мектеп-интернаты ұйымдастырылды. Директоры болып Зекен Бәкіров тағайындалды. Мұражайдағы жүйелі жұмыстардың нәтижесінде 2002 жылы Қарағанды қаласындағы халықаралық музейлер күні және облыстық тарихи өлкетану музейінің 70 жылдық мерейтойына арналған облыстық мектеп музейлерін байқауына қатысқаны үшін мұражай Қарағанды облыстық Мәдениет департаментінің грамотасымен марапатталды. 2012 жылы сәуір айында Қазақстан Республикасы ардагерлер ұйымының 25 жылдығына арналған облыстық байқауға қатысқан үшін мектеп мұражайы ардагерлер ұйымы республикалық қоғамдық бірлестігінің облыстық кеңесінің шешімімен бірінші дәрежелі дипломмен марапатталды. Ал 2013 жылы мұражайдан жас ұрпақ бойында ұлттық құндылықтарды қалыптастырудағы атқаратын рөл атты инновациялық жобалардың республикалық фестивалінде де бірінші дәрежелі дипломмен иеленді. Осындай жұмыстар оқушылардың дүниетанымын байытып, мұражайға деген қызығушылықтарын оятады.